Достар сәлем, бүгін Pindoda сайтында қалай дұрыс товар таңдаймыз, сол жайында талқылайтын боламыз. Каналға тіркеле отырыңыздар. Pindoda сайтында өзіміз білеміз, товар өте көп және де бағасы бізден 2-3 есе, тіпті 4-5 есе арзан. Сонысымен бұл сайт бәрін қызықтырады. Алайда өте арзан товарға бірден жүгіріп қажеті жоқ. Міндетті түрде магазиннің рейтингісіне және де сатып алу санына қарап, отзывтар мен комментарийлармен танысып шығыңыздар. Ең басында осы сайттан заказдар берген кезде бірнеше қателіктер менде де кеткен болатын. Мысалға, өзім сатып алған бірнеше товарды көрсетейін. Мына товар фотода өте жақсы көрсетілген, негізінен сатып алу саны да орташа жақсы, 3584 рет сатып алыныпты, 756 комментарий бар. Магазиннің рейтингісі 4,5 жұлдыз және де 10 мыңнан артық қолданушысы бар екен. Алайда бұл товарда четкасы өте жұқа болып келді. Және де товар өте кішкентай. Мен заказ алған кезде осылай әрбір фотоны дұрыс қарамаған болуым керек. Майлаған кезде ыдыстарды өте жіңішке болғандықтан дұрыс майланбайды. Осылай таныс шығыңыздар. Алайда мына фотода өте керемет, жақсы болып көрсетілген екен. Товарды көрсетейін. Мынау бізде қол блендер, кішкентай механикалық блендер. Жалпы товардың сапасы өте жақсы, 10+10 мыңнан артық сатып алынған екен. 2200 живой фото, комментарийлар, отзывтары бар. Алайда өте кішкентай болып келді. Жалпы Қытай товарлары минимализм болып келеді. Сондықтан үйге қажетті заттарды таңдаған кезде міндетті түрде комментарийлермен танысып, немесе продавецтен өлшемін сұрап алыңыздар. Тіпті болмағанда әрбір товардың астында өзінің сипаттамалары барлығы жазылып тұрады. Соның бәрін Google переводчикке салып, аударып шығыңыздар. Сонда товарларыңыз сапалы келетін болады. Мына бір балалар киімін алып қарайық. Жалпы сапасы жағынан жақсы, ешқандай жіптер шығып тұрған жоқ. Жуылса да өңін бермейді. 1400 рет сатып алынған екен. 3295 комментарий, отзывтары бар. Алайда біраз синтетика қосылған, сондықтан баланың денесін терлетуі мүмкін. Осылай отзыв, комментарийға немесе товардың сипаттамасына қарап, товардың материалы, әрбір киімнің материалы неден жасалғанын танысып шықсаңыздар, өте сапалы товар алуға болады. Сондай-ақ товар таңдаудағы тағы бір кеңес, әрбір товардың жинақталу уақытына да мән беріп қараңыздар. Мысалы, мына юбканы, белдемшені көрейік. Комментарийлар саны бізде 444 екен. Сатып алу саны соншалықты көп емес, алайда 1653 рет сатып алыныпты. Магазиннің рейтингісі 4,5 жұлдыз, 10 мыңнан артық қолданушысы бар. Алайда осы товарды сатып алуға 2 адам жинақталып тұр. Алдыңғы сабақта айтқандай, Pindoda сайтында әрбір товардың 2 құны болады. 2 бағасы. Астында ашық қызылмен жазылған. Егер де жалғыз өзіңіз сатып алатын болсаңыз, онда 39 юан болады. Егер басқалармен бірігіп сатып алсаңыз, 18-9 юанға алуыңызға болады деген мағынаны білдіреді. Алайда сіз адам іздемейсіз, Pindoda сайты адамдарды автоматом сіздерге жинақтап береді. Қандай да бір жеткілікті адамдар саны жинақталған кезде сатушы әрбір товарды өзінің иесіне жеке-жеке салатын болады. Сол кезде таңдаған товарды арзанырақ бағаға алуыңызға болады. Мына товарды қарайтын болсақ, 2 адам қазір күтіп тұр екен. Егер де қажетті сан жинақталмаса, онда сіздің товарыңыз ұзағырақ келуі мүмкін. Немесе сатушы сізге адам жиналмады,
қайтадан возврат жасаңыз деп жазуы да мүмкін. Сондықтан товар салған кезде жалпы сатып алып жатқан адамдар саны қанша екен, соған да мән беріп қараңыздар. Мына товарды қарайын. Мына жерде 9 адам тұр. Жинақталуы тез болады. Товарды көрсетейін сіздерге. Мына товарда флагман магазинінің белгісі бар, сары белгі, алдыңғы сабақта атап өткендей. Және бұл жерде де бірақ сатып алушы бар екен. Осылай барлығын қарап, түсініксіз болса Google переводчикке салып аударып алыңыздар. Енді нәскилерді қалай таңдау қажет? Мен ең басында товарға заказ алған кезде бағасы арзан бір упаковка нәскиге заказ берген болатымын. Қазір өзім алған нәскилер упаковкасын көрсетейін. Мына нәскиге заказ бергенмін. Бағасы, егер 5 алатын болсаңыз, 7,19 юан, яғни 470 теңгедей болады. Біраз кигеннен кейін түтіктері шығып, сапасы онша емес екендігі көрініп тұрады екен. Сондықтан осындай, егерде нәскиге сондайға заказ салғыңыз келсе, неғұрлым сапалы флагман магазинінің товарларын алсаңыздар жөн болады. Бұл товар киюге негізінен 1-2 айға ғана жарамды екен, одан кейін түсі бәрі өзгеріп, түтіктеніп кетеді екен. Алдыңғы сабақта атап өткендей, неғұрлым белгісі бар товарларға заказ салуға тырысыңыздар. Яғни флагман магазин белгісі бар, қызыл белгі, немесе қара 4 бұрышты белгілі магазиндер товарлары өте сапалы келеді. Мысалға, мына товар магазинінде қызыл белгісі бар, субсидияның белгісі, сары флагман магазині. Осылай қарап, сапалы товар таңдай біліңіздер.